Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай 20 минутта әдемі пицца дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне 4 ас қасық қаймақ саламыз. Содан соң үстіне тағы да 4 ас қасық майонез саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне 4 ас қасық ұн салып қайтадан араластырамыз. Тағы да үстіне 4 ас қасық ұн салып, тағы да араластырамыз. Неке бізде қамыр дайын болды, қою болып шығады. Табамызды майлап, үстіне құямыз. Барлығын бір тегіс қылып әдемілеп жағып шығамыз. Осындай қоймалжын болады. Әр жеріне кетчуп жағып, осылай қызартып аламыз. Енді салмасын саламыз. Үстіне шұжық саламыз. Тұздалған қияр саламыз. Қызанақ саламыз. Барлығы өз қалауыңыз бойынша. Үстін бір-бір басып, осылай салып шығамыз. Ең соңынан үккіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіреміз. Мінекей дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады, нәзік болып шығады, тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәмі ерекше шығады. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Фариза ас болсын.